День независимости – главный национальный праздник Республики Казахстан. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. Обретение независимости неразрывно связано с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, мудрым политиком, стратегом и харизматичным лидером. Tevelsizlik, ak naysanın noşumen, ak bilektin küsümen, kelgen mene jasırıp bak, oylaydı onu gün bugün. Tevelsizlik, atamыздың armanı, babamыздың ardağın, tevelsizlik tаңдарын, oylaydı onu gün bugün. Maqtanатын gün bugün, şattanатын gün bugün, ata baba aldında ақталатын күн бүгін, мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін. Бүкіл әлем мойын бор, айтатұғын ойымдыр, халық болып тойлайтын қазыналы тойың бұл. Тәуелсіздік қыран құсы қалықтап, құт қасиет дарытпақ, арттан ерген санырпақ, туалатын күн бүгін. Тәуелсіздік ұландары ер жүрек, көк байрағы желбіреп, барша халқы елжіреп, қуанатын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, қуанышты қойнынан ақтаратын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, қуанышты қойнынан ақтаратын күн бүгін. Айтатын елге сөзім бар, жақсыны көрер көзім бар, тәуелсіз елдің жемісін тойлайтын міне кезің бар. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, ата баба алдында ақталатын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін. Мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін.